сен оны айтпа қой. Мен бәрін білем, алдын ала көздерің алдап қой. Сүйемін деп мен ғана мен сені байқап қойдым. Бәрі-бірдей сезімді жиетін бәрі-бірдей, бәрі-бірдей маған бәрі-бірдей. Сәлем. Бүгін менің подругамның туған күні. Біз кеше түнгі 12-де құттықтаған болатынбыз, бірақ мен видеоға түсірмедім, ұмытып кеттім себебі. Сосын не? Мен қазір шашымды жасаймын. Қазір сағат 5 болды примерно, а маған уже шығу керек. Да уж, вот так вот дела. Сағат, потому что 6-да туған күн басталады. Мен Алматыдан Қаскелеңге барам. Вот. Из-за этого, я не опоздаю. Потому что мен шашымды тез бере алайын, ең біріншіден. Қазір мен бөліп алайын. Анандай, как положен жерге қой берген, анау түсінмейді. Ол былай тұрып жатыр, потолок, не потолокта. Потолок класс? Мен қара былай тұрып жатыр. Былай қойсам құлап кетеді. Нет, нормально, я же себя вижу. О, хорошо, бас істеді. Бас істеген ке, арқатта. Видите, теперь меня не видно, ее надо встать. Нормально. Не так. Ерке, түсіріп тұршы. Өтірік айтам, сақтан сұран кеттім. Это школа. Көзім жасарып кетті, видно, не? Не, подругам күтіп тұра жақта. Алқашып баратым да сабақтан. Ят жоқ нағыз. Болды кеттік. Сіздерге бір лайфхак айтайын ба? Егерде үйлеріңізде не oldu? Бала шаға. Не айтып отырмын? Егерде үйлеріңізде гигиенический помада называется. Сондай болмаса, вазелин вам в помощь, да? Да, скорее всего. Так вот, вазелин помогает.
мұңайма. Қабілетіңді көрсет бұлай маңайға. Сен биіксің, бағындырар белесті. Жігерлі бол, үлгісің сен талайға. Хор, шығып шыдауға, хор. На, возьми, пожалуйста. Какое ощущение? Нормально? Мен жігітім тарбек. Сол дайды қуат жүрішке. Короче, бүгін 25 май. Міне, мен бантигімді алып, мен 11 бітіремін ғой. Мен салоныма үлгермей кешігіп қалдым. Вообще жоқ. В общем, саламатсыздар ма? Здравствуйте. Так, мен қайда отырайын? Сабақ бітіп жатыр.